Сәлем, бүгін біз Израильдегі Палестина қақтығысыны және Хамастың қалауыны бұл туралы қысқаша айтып өтетін боламыз. 1948 жылы Холокостта немістер өздерін жеке мемлекет деп танитын 6 миллионнан астам яһудилерді өлтірген болатын. Олар отырысты яһудилер еді. Осылайша неміс аймағынан қашуға мәжбүр болған яһудилер Палестинаны паналады. Арадан біршама уақыт өтіп яһудилер Палестина тұрғындарынан жер сатып ала бастады. Яһудилер мемлекетте үлкен рөлге ие болды. Астыртын әрекеттерін іске асыра бастаған яһудилер Палестина шатырының астында Израиль деген мемлекетті құрғысы келетіндіктерін әлемге жариялады. Бұған әлбетте араб өкілдері қарсы болды. Осылайша Палестина мен яһудилер арасында соғыс басталып, бұл яһудилердің пайдасына шешілді. 1967 жылы Израиль тарапынан қоршауға алынған Палестина батыс бөлімі мен Газа бөлімінде қыспақты түрмеде өмірлерін сүре бастағанда, газалықтар мұның ашық түрме екенін және ашық соғыс майданы екенін айтқан болатын. Хамас 2006 жылғы жергілікті сайлаушылардың Газаны әлбетте зиярат еткендігі туралы айтты. Бұл тұста Ұлыбритания, ақш және Еуропа елдері Израильді қолдайтындықтарын айтқан болатын. Араб бөлігінде үлкен күшке ие болған Израиль әскерлеріне тыңшылықты үйретіп, олар өз танктері арқылы Газадағы темір күмбездерді атқылай бастағанды. Соңғы уақыттарда Израиль қаласындағы Хамастың соңғы қақтығыстары өте жойқын болды. Хамас жүздеген адамды қырды. Палестиналық жүздеген әскерлер мен тұрғындары Израильдің қол астында алынды. Израиль күн сайын жазықсыз жандарды өлтіруде. Бұл тұста Ирактың ескі президенті Саддам Хусейннің айтқан сөздері: "Мен Израильге 39 танк жібердім, ал енді батыл жеткен 40-шы танкті жіберсін" деген сөздер мұсылмандарға үндеу болмақ.